Сәлем құрметті көрермендер, менің арнама қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздермен тары шайдың рецептісімен бөліспекшімін. Бұл шай ежелден жаңа туған аналарға кеуде сүтінің, омырау сүтінің жақсы келуі үшін демдеп беретін болған. Олай болса видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең бірінші осылай табаға тарымызды салып, жақсылап қызартып қуырып аламыз. Қуырған кездегі тарының иісін сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Бұны тек қана өздеріңіз жасап көрулеріңіз қажет деп ойлаймын. Өте иісі деген бір керемет. Қуырылып осындай қып-қызыл болғаннан кейін өзінің ыдысына салып алдым. Және де бірінші осы тарыны бөлек ыдысқа саламын. Одан кейін үстіне күнделікті пайдаланып жүрген шайымыздан 4-5 қасық саламыз. Мен бұл шайды күнделікті өзіміз үйде пайдалану үшін жасап қойып жатырмын. Сіздер бір реттік етіп жасап ішсеңіздер де болады. Ұнай ма, ұнамай ма өздеріңіздің таңдауларыңызға байланысты. Егер ұнап жатса, осылай мен секілді көптеу етіп күнделіктіге жасап қойсаңыздар болады. Міне жаңағы қуырып алған тарымызбен шайымызды осылай араластырып қойып қоямыз. Одан кейін осындай шайникке 1 немесе 2 қасығын салып, үстіне қайнаған суымызды қойып, шайымызды демдейміз. Әрине енді бұл жерде сіздің суыңыз міндетті түрде 100%-ға дейін қайнаған су болу қажет. Сол кезде біздің тарымыздың да дәмі де, иісі де өте әдемі шығатын болады. Енді демдеген шайымызды осылай бокалға немесе пиалаға құйып, бірнеше рет қайтаратын боламыз. Біздің жаңағы тарымыз бен шайымыз қып-қызыл болып, жақсы дәмі шығу үшін. Дайын болған шайды сүт қосып немесе сүтсіз іше берсеңіз болады. Мен өзім жаңа босанған келіншек болған соң, міндетті түрде сүт қосып ішемін. Балаға да, анаға да өте пайдалы, міндетті түрде жасап көріңіздер.